Аларың ару емес алаяқ па? Осы күні тұрмысқа шығуға асығып жүретін сіңлілерім көп. 20-ға толмай жатып жігіт іздеп, оны қалай да уыста ұстап қалуға тырысып баққысы келетіндерін көріп жүрміз. Құдай-ау, статистика бойынша жігіт аз дегенде, дәп бір өзіне жар болатын жігіт жетпей қалатындай көзіне түскенге тас кенеше жабысып қалатындар несі екен? Тіпті бірі ұнатқан жігіттің құшағына өзі тығылып, айтқанымен жүруге даяр. Енді бірі жасандылықпен судан таза, сүттен ақ болып көрініп, жайлы жар болуға лайық кейіпке енеді. Ал үшінші бірі қулығын асырып, некесі қиылмай жатып, төсектен бірақ шығып, жігіттің есін аударғысы келеді. Төртіншісі махаббаттан басы айналып, мәжбүр болып, өмірден бас кешіп, сүйгені үшін өз жанын құрбан етуге даяр екенін айтып қана қоймай, оны жаһанға жар салып жариялауға дайын тұрады. Алғашқы үшеуі бұрыннан таныс тәсіл болса, соңғысы кейінгі кезде сәнге енгендей. Естеріңізде ме, тура 8 наурыз күні Астанада 16 жастағы бойжеткен 10-шы қабатқа шығып алып, төменге секірмекші болып, біраз дүрбелең туғызғаны. Құтқарушылар сатыны жеткізе алмай, әуреге түсіп жатса, жерде тұрғандар бейнежазбаға түсіріп алып тұр. Кейдесоқ кетіп бара жатқан Асқар есімді ер азаматтың еркектігі болмаса, бір қара көздің өмірі қиылар ма еді? Сонда бұндай қылыққа баруына не себеп болғанын естігенде ыза болғаным-ай. Бар болғаны бойжеткенді сүйген жігіті мерекесімен құттықтамай қойған екен. Өмірден түңілуге себеп болған нәрсе осы ғана. Соған бола өмірден түңілгені несі? Бұнысына кейін өзінің де күлкісі келер. Байынан талай жыл бойы сыйлық алмаса да, ренжімей жүрген талай жеңгелеріміз жүр емес пе? Оның қасында бұл жігіттің некелі жары да емес, несін міндетсиді? Жігіттің құттықтауға асықпағанына қарағанда, оның да өз есебі болғаны анық. Десе де күн әлі ұясына батпаған кез ғой, сабыр сақтап ақырын күтсе қайтер еді. Қарақұм елді шулатып, өз абыройын да сонша төмендеткен ұят болды. Бұндай қыздарға психологтың емес, психиатрдың көмегі қажет болар. Әйтпесе жан тебірентер, бастан кешкен оқиғасын майын тамызып отырып жеткізіп, көз жасын көл етіп, аяушылығын оятып алып, жігіттің жұбатқанын жақсы көргені деп шалыс қабылдамас еді. Әсте қыздың көз жасынан қорықпайтын ер азамат қазақта некен саяқ шығар. Ал егер ойлағаны іске аспай қалғанда, қалайша өз өмірлерін саудаға салып жібергенін байқамай қалатын тәрізді. Әйтпесе жігітпен бір-екі кездескенін ғаламат сезімге теңеп, оны өзінікі етіп меншіктеп алмас па еді. Басқаға үйленсең, беташар болып жатқан кезде босағаңа барып асылып өлем деп қоқан-лоққы көрсеткендерін де есіткенбіз. Бұндайда аңғал жігіттер өзін сүйгенді емес, өзіңді сүйгенді ал деген ақылға сүйеніп, мынау менсіз бір минутта тұра алмайды екен, яқи менің айтқанымнан шықпайтын болады, деп жансақ шешім шығарып, жар етуге асығады. Ал бұндай әрекет арын биік қоятын қыздардың қолынан келе бермейтін ұмыт қалдырады. Олар шын сүйіп тұрса да сезімнің жетегіне жетпей, сынағына бағынып, алды-артын ойлайды. Сол себепті де өз өміріне бас тіккен қыз өзгенің өмірін бағалай біліп, барған жерін бағын ашады дегенге сене қоймаймын. Меніңше, ондай жылпостыққа шала ойлап, шалыс қадам басса да, басына тимеген ақымақтар баратын тәрізді. Ал ондай елтең-селтеңді мен айласы көп бойжеткендер басқа да құлық-сұмдықты одан да кейін де ойластырмайды деп көрініші. Қателігін кешіріп, өткенін ұмыттыратын, үлбіретіп қолына қондырса да, той өте сала түрленіп шыға келген талай сұлулардың сұмдығын естіп жүрміз.
босағаны адалынан аттамаған естен шығарып, баяғы әуеніне басып, қоқан-лоққы жасауын да сан түрін ойластырып келіншектер осылардан шығады. сондықтан да адалдық пен арамдықты ажыратуға тырысып, шектен тыс аяушылық танытуға да асықпағайсың, жігітім.